Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін мен сіздерге адыраспанның ревматизм, қышыма, аллергия, бронх, сонымен қатар басқа да емдік қасиеттерін айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдырып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңында қалай пайдалану керектігі жөнінде рецептілермен бөлісетін боламын. Адыраспан шөбінің қайнатындысы мен тұнбасы бас ауруды басып, адамды тыныштандырады. Сырқатты асқындырмауға көмектеседі. Сонымен қатар, белге суық тигенде адыраспан көмегімен емдеуге болады. Ол үшін кептірілген, ұнтақталған 50 грамм адыраспан шөбін шүберекке түйіп, сыртынан қайнаған су құяды. Сәлден кейін суын сығып, қалтаны жылы күйде белдің ауырған тұсына басып, үстіне горелка қояды. Белді осылай күніне 30-40 минуттан бір рет булау керек. Бір қалта адыраспанды ыстық суға қайталап салып, 4 рет пайдалануға болады. Адыраспан улы өсімдік, оны емге ішкен кезде аса сақ болған жөн. Адыраспан ежелді белгілі дәрілік өсімдік. Емдік мақсатта адыраспанның шөбін, яғни сабағын, жапырақтары мен гүлдерін пайдаланады. Кезінде Ибн Сина оны 8 көз жүйкесі қабынуы кезіндегі шаншуды басуды дәрі ретінде пайдалануға кеңес берген. Халық медицинасында адыраспан ревматизм, қышыма және де басқа тері аурулары кезінде булау жасауға пайдаланылады. Ал шөбінен жасалған қайнатпа суық тигенде, безгек ауруларына, жүйке жүйесінің әлсіреуіне және ұстама ауруларына емдеуге болады. Адыраспанды Кавказ халқы ұйықтататын дәрі ретінде пайдаланған. Оның шөбін жағып, түтінімен бас ауруын емдейді және жұқпалы ауру сырқауы бар адамды жатқан бөлмені ыстап залалсыздандырады. Аллергиясы, есек жемі бар адамдар осы адыраспанның бір пучогын алып, 2 литр болсын, 3 литр болсын суға қайнатып, түсі өзгергенше, оны сол ыстықтай күйінше, сол жараны жуса, есек жемді жуса, болмаса оған түссе, ол жараны жеңілдетеді, яғни емдейді десем де болады. Сонымен қатар, мына бейнебаянда көрсетілгендей, бронхыны мынадай қағазға орап, яғни жапырағымен қосып, дәнегін мыжып, мынадай қағазға орап, оны тұтатып, темекі сияқты шексе, оның бронхысы кетеді. Бұл халық емі, қорықпай пайдаланып көрсеңіздер болады. Баршаңызға ем болсын, арнамызға тіркеліп, лайк басып, менің арнамда қандай өсімдіктердің пайдалы қасиеттерін білгіңіз келеді, сол жайлы комментарий бөліміне қалдырып кетсеңіздер болады. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.